Айтпақшы, Айлин қайда? Оның үшін келмеді. Ол ауырып қалды ғой. Ал Зере қайда? Зере тоже ауырып қалған. Бәрі ауырып қалыпты ғой. Соны айтам. Уже әні-міні дегенше 2-тоқсанда бітіпті ғой. Каникулымыз басталса екен тез. Сол ғой. 2 тоқсан болды уже тұр. Мен сендерді сағынамын. Мен айтпақшы, кейбір сабақтардан 4-ке шығып қалдым. Бірақ 4 болса да пойдет. Бізде қалада көп оқушылар оценки не самое главное деп айтады. Сол сияқты ғой. Айтамда, Алдархан болса, қаладан келдім деп ешкім мені түсінбейтін еді ғой. Вообще өзінше болып. Я, мен сондай болдым. Сол айтам, вообще сөйлемейтін еді ғой. Ешкіммен араласпайтын. Сондай болды ғой кәдімгідей. Менде болса математикадан 4 болды. Менде де 4 болды. Енді математикадан солай болып тұрады. Қиналамыз ғой. Балалар болды, орындарына отырыңдар. Апай, сәлеметсіз бе? Айтпақшы, балалар, уже 2-тоқсан бітіп жатыр, білесіңдер. Мен осы қазақ тілін беріп жатқаныма сендерге уже көп уақыт болды. Сендерді сағынамын әрине, және кейбіреулерінің бағаларында 4 пен 5-теріне көтердім. Апай, Айлинді қанша қойдыңыз? Айлинға 4 қойдым. Неге, апай? Негізі оны 3-ке шығарайын деп едім, бірақ та енді өздерің естігендей кішкене көтеріп бердім бағаларымды. Енді солай ғой, негізі 3-ке шығарайын дегенмін. Айлин естісе жаман жаңалық болайын деп тұр Айлинға ше. Ол сабақ жақсы оқымайды сияқты. Болды, қой сөйлей бермеші. Сабағымызды тез-тез бастайық. Айлин естісе жаман болады, я жаман болайын деп тұр. Айлин, сен жақсы болып қалдың ба? Я кішкене жазылып келе жатқан секілдімін. Айтпақшы, білесің бе, біз деген ауыл балалары болып, барлығымыз пикник жасаймыз, вообще мысалы демаламыз ғой, барасың ба? Конечно, барамын, бұл өте күшті ғой. Өте күшті. Мен негізі баратын шығармын, егер жазылып кетсем. Баршы, маған сенсіз қызықсыз. Саған да қазір ыстық шай әкеп берейін, я? Жарайды, күшті болушы еді. Сосын мен мадиярларға айтып қояйын. Жарайды, енді ыстық шайыңды алып келсеңші тез-тез. Жарайды қазір. Мінекей, ішіп ал. Рахмет саған. Оқасы жоқ. Тез жазылып кетуіңді тілеймін. Рахмет. Мама, сіздер қайда бара жатсыздар? Қызым, бізде қалада бір жұмыстарымыз шығып қалды, сондықтан сол жаққа барайын деп жатырмыз. Қанша күн боласыздар ол жақта? 2 аптадай боламыз, содан кейін қайтып келеміз. Мама, мен сіздерді сағынамын. Мен де сендерді сағынам, жындарым сол. Тез-тез келіңіздерші. Жарайды, тез-тез келуге тырысамыз. Онда сау болыңыздар, жолдарыңыз болсын. Жақсы, біз кете берейік онда. Сағынатын болдым ше мамамды. Мен де сағынатын болдым. Қойшы, сағынбайтын сияқтысың. Құмаш, сағынамын ғой. Айтпақшы, Мадияр, біз деген барлығымыз ауылдардың балалары болып, пикник жасайын дегенміз. Сен барасың ба? Мен, барам. Мен самое главное қасыма Диасты алып алсам болды ғой. Жарайды, онда екеуміз бөлек бара салыңдаршы, я? Біз просто қазір Динара екеуміз кішкене қыдырып болғаннан кейін бірақ барамыз. Жарайды. Уже сағынып жатырмын ше. Жарайды, жүр болды, бара берейік. Қалайсың? Мен жақсымын, сендерді осы жақтан көремін деп ойламаппын. Мен де ойламадым. Күшті.
Айтпақшы, Айлин, сен жазылып кеттің бе? Динара сені арып жатыр деп айтып еді. Иә, жазылып кеттім, уайымдама. Мына жақта деген кәдімгідей маевка сияқты болайын деп жатыр ма? Әлі ешкім келіп болмады ма? Жоқ, әлі ешкім, әлі толық келмеді. Жақсы, онда күте тұрайық. Тоқташы, мен отырам качеляға. Мадияр, әлі кішкентай бала сияқтысың ше. Енді кішкентаймын ғой. Айтпақшы, нешеде едің? Сұрамаппын да ғой. Мен ба? 12-де. Бұл бір ғой, әлі кішкентай бала сияқты. Қараш, сенен де кішкентай бар, серьезный болып жүрсенен. Мына нәрсені кім алған? Мұндай ауылда жоқ сияқты ғой. Бұны айтпақшы Динара қаладан заказ берген. Динара молодец. Молодец, Динара. Жарайсың, Динара, күшті ғой. Қалай ойына келді бұл? Енді кішкене пикнигіміз әдемі күшті өтсін деген ғой. Мына жақта ағаштар күшті екен, я. Таза ауа болып тұр. Я, күшті ғой. Әдемі мына жақ деген. Мүмкін түнге дейін болармыз осы жақта. Бірақ мен түнге дейін ата-анам ұрсады. Сосын мен деген үйге кіремін. Жарайды, енді кішкентайлар ерте қайтар шығар, себебі олар қорқады және ата-аналары іздейді ғой. Иә. Мына жақта барлығын дайындап қойыпсыңдар ғой, я. Әдемі болып шендеп тұр енді. Мен деген қорқып жатырмын. Мен де қорқып жатырмын. Тасташы, үйге кетайықшы. Мен үйге кеттім. Бәрі үйге қашып кетті ғой. Я, енді кішкентайлар қорқады ғой. Енді өзіміз үлкендер ғана отырып ішейік онда. Я, давайте. Демалысымыз күшті өтіп жатыр ғой. Я, күшті өтіп жатыр. Мына жоқ маған өте қатты жатыр. Маған да. Бұл жоқ күшті екен. Мен ауылдан кеткім келмей қалды ше. Я, бірақ та уже жарты жыл ғана қалды ғой сен қалаға кетуіне. Я, білем, бірақ мен кеткім келмейді.